бұл айтылған. Бірақ мән бермей келдік. Анау еврейлердің, қазақ тарихы деген кезде бір 2-3 бет жұқа бірдемен жазып лақтырып жіберді бізге. Біз соған сеніп марсиып жүрдік. Күні бүгінгі әуелі сендер көшпелі наматсыңдар деді. Намат деген түкті өндірмейтін кезбе халық емес, сигандар намат. Біз сол намат дегенді қазір ресторанымызға қойып, қонақ үйімізге қойып, атын қойып, ұлықтап, істемеген істеп, намат деген керемет әдемі сөз екен ғой деп. Емес. Кемсітетін. Кемсіткен сөз ғой. Кезбелер. Тұрақты мекені жоқ. Кезбе халық, бейшара халық деген сөз ғой. Осыны жаңағы керемет 10 қабат, 15 қабат, 20 қабат қонақ үйіміздің төбесіне атын қойып, жазып қойып тұрып қазір мақтанып, мен наматпын, кеудемді шүкіртаспен ұрып жүрміз. Ұят қой мына. Мен жаздым бірнеше рет осы туралы. Ешкім қаңқ етпейді. Қытайдың атақты тарихшы Сима Сян деген кісі айтады.